Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Физика пәнінен формула түрлендіру жолдары атты видео сабағыма қош келіпсіңдер. Сендермен бірге Зәуре Әлидарқызы. Ал ендеше бастаймыз. Балалар, физика пәнінен формула түрлендіре білудің маңыздылығы неде? Біріншіден, бір формуладан бірнеше формула шығарып алуға болады. Егер формула дұрыс түрленетін болса, есептің де жауабы дұрыс шығады. Сонымен қатар формула жаттауда да өте пайдалы екен. Әрі уақытты тиімді пайдалана аламыз. Енді бүгін сабағымда балалар, мен сендерге бірнеше формула түрлендіру жолдарымен таныстыратын боламын. Бұл қандай формула? Жылдамдықтың формуласы. Осы формулаға назар аударатын болсақ, жол үнемі бөлшектің алымында тұрады. Егер уақытты табатын болсақ, мұнда да жол бөлшектің алымында тұрады. Енді осы жолды мен осы формуланың атасы деп ойша белгілеп аламын. Біздің қазақтың салт дәстүрі бойынша төрімізде кім отырады? Атамыз отырады. Яғни осы формуладағы жол да үнемі бөлшектің алымында тұратындықтан мен осы жолды осы формуланың атасы деп ойша белгілеп алдым. Сендер де егер осылай үнемі алымда тұратын шамаларды таңдап белгілеп алатын болсаңдар, ешқашан жаңылыспайтын боласыңдар. Міне, уақыттың формуласында да жол үнемі алымында жазылады. Ал егер біз жолды табатын болсақ, жылдамдық уақытқа көбейтіледі. Енді мына бір қағиданы есімізде сақтайық. Белгісіз шаманы тапқанда, оған көбейтіліп тұратын шама бөлшектің бөліміне түседі. Қайталаймыз. Белгісіз шаманы тапқанда, оған көбейтіліп тұрған шама бөлшектің бөліміне түседі. Егер осындағы белгісіз шама масса болатын болса, оған көбейтіліп тұрған шама G бөлшектің бөліміне түседі деген сөз. Енді массаны анықтаймыз. Массаны табатын болсақ, F алымында жазылады, ал G бөлшектің бөлімінде жазылады. Егер еркін түсу үдеуін тап дейтін болса, көбейтіліп тұрған масса бөлшектің бөліміне түседі екен. Енді мына бір әдіске назар салайық. Түлкі мен ешкі әдісі. Балалар, сендер түлкі мен ешкі жайлы аңыз ертегін білесіңдер. Түлкі құдыққа түсіп кетеді, орнына алдап, ешкіні түсіреді. Өзі ешкінің орнына шығып кетеді. Егер осы ом заңындағы кедергіні табыңдар дейтін болса, кедергі өзінің орнына ешкіні түсіреді екенде, өзі, яғни ешкі деппін ғой, ток күшінің орнына түсіреді, ал өзі ток күшінің орнына барып тұрады. Бұл ток күшінің бөлімінде егер бір бар деп есептейтін болсақ, осылай бөлшек түрінде есептеп түрлендіріп шығарсақ та болады. Бірақ мына әдіс әрі қызықты, әрі оңай есте қалады. Ал енді R-ді анықтаймыз. R-ді табатын болсақ, кернеу бөлінген ток күші болады. Ал егер кернеуді табатын болсақ, мұнда ток күшіменен кедергі көбейтіледі. Міне балалар, түлкі мен ешкі әдісі дегеніміз осы. Енді осы әдістерді пайдалана отырып, бірнеше формулаларды түрлендіріп көрейік. Осы формуладағы ток күші бөлшектің үнемі алымына шығып, формуланың атасы бола ма? Ал енді тексеріп көрейік. Бұл жерде біз әлгі қағидамызды еске түсірейік. Белгісіз шаманы тапқанда, оған көбейтіліп тұрған шамалар бөлшектің бөліміне түседі. Сонда ток күші алымына шығады екен. Ал егер элементар заряд тұрақты шама болғандықтан, енді табатын болсақ, ток күші тағы алымында, қалған көбейтіліп тұрған шамалар бөлшектің бөліміне түседі. Ал егер ауданды табатын болсақ, көбейтіліп тұрған шамалар бөлшектің бөліміне түседі, ток күші алымына шығады. Қарап отырсақ, үш формулада да ток күші бөлшектің алымында тұр. Осы формуладағы ток күші осы формуланың атасы деп белгілеп алсақ болады. Менделеев-Клайпейрон теңдеуіндегі көлемді анықтайық. Көлемді табатын болсақ, қағидамыз есімізге түсіреміз. Көбейтіліп тұрған шама, қысым бөлшектің бөліміне түседі. Мольдік масса өз жайында жазылады. Масса, универсал газ тұрақтысы, температура өз жайында қалады. Егер мольдік массаны табатын болсақ, түлкі мен ешкі әдісін қолданамыз. Масса өз жайында жазылады, ал енді қысым мен көлем мольдік массаның орнына түседі. RT
бұрынғы жайында қалады. Егер бізге температураны анықтаңдар дейтін болса, көбейтіліп тұрған шамалар масса универсал газ тұрақтысы бөлшектің бөліміне түседі, қалған шамалардың барлығы бөлшектің алымында жазылады. Ал егер бізге қысымды табыңдар дейтін болса, бұл жерде көлем бөлшектің бөліміне түседі екенде, қалған шамалар өз орнында қалады. Міне балалар, біз бір формуладан тағы да 4 формула түрлендіріп шығардық. Гидравликалық престің формуласынан бізге F2-ні табу қажет болады. Бұл кезде біз пропорция жолымен F2-ні S1-ге көбейтеміз, ал F1-ді S2-ге көбейтетін боламыз. Енді қағидамызды есімізге түсіреміз. Белгісіз шаманы тапқанда, яғни F2-ні тапқанда, оған көбейтіліп тұрған шамамыз S1 бөлшектің бөліміне түседі. Ал енді F1 S2 алымында көбейтіліп жазылады. Егер бізге S1-ді тап дейтін болса, түлкі мен ешкі әдісін қолдана отырып, екінші формуладан F2-ні S1-дің орнына жібереміз де, ал қалған шамалар F1 S2 алымында жазылады. Осы формуладан S2-ні табу қажет болса, көбейтіліп тұрған шама F1 бөлшектің бөліміне түседі, ал қалған F2 S1 алымында жазылады. Міне балалар, осылай бір формуладан бірнеше формула түрлендіріп, есептеріңді дұрыс шешулеріңе болады. Толық тізбек үшін Ом заңынан ішкі кедергіні табыңдар деген есеп келді. Енді бұл формуланы түрлендіру үшін бөлшектің бөліміндегі өрнекті теңдіктің сол жағына шығарамыз. Үлестірмелік әдісі бойынша ток күші кедергіге және ішкі кедергіге көбейтіледі. Электр қозғауыш күші оң жақта қалып қояды. Осы формуланы пайдалана отырып, біз электр қозғауыш күшін тауып алуымызға да болады. Ал енді ішкі кедергіні табатын болсақ, оған көбейтіліп тұрған шама бөлшектің бөліміне түседі. Сонда эпсилон азайтылған ток күші мен кедергінің көбейтіндісі алынады, алымында жазылады. Ал енді кедергіні табыңдар дейтін болса, бұл жерде көбейтіліп тұрған ток күші бөлшектің бөліміне түседі. Эпсилон азайтылған ток күші және ішкі кедергі бөлшектің алымына жазылады. Карно формуласы пайдалы әрекет коэффициенті. Осыдағы температура, тоңазытқыштың температурасын табыңдар дейтін болса, алдымен біз пайызды пайдалы әрекет коэффициентінің бөліміне түсіреміз. Сосын берілген шама, мысал үшін 45% болып берілетін болса, немесе 25% болып берілетін болса, біз сол шаманы 100%-ға бөліп аламыз. 100%-ға бөліп аламыз да, оны міндетті түрде санға айналдыра отырып шығарамыз. Сонда 0,145 болады екен. Енді біз Т1-ді теңдіктің сол жағына өткіземіз. Міне. Сонда бізде Т1 азайтылған Т2 қалды. Т2-ні теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, Т1 азайтылған eta көбейтілген Т1 болады. Т2-нің өзін тапқан кезімізде Т1 жақшаның сыртына шығады екенде, 1 азайтылған eta деген формула пайда болады. Енді біз Т2-ні таптық, Т1-ді табыңдар дейтін болса, оған көбейтіліп тұрған 1 азайтылған eta бөлшектің бөліміне түседі, Т2 бөлшектің алымына шығады. Міне балалар, біз белгісіз шамаларды анықтадық. Серіппелі маятниктің формуласынан қатаңдықты табыңдар дейді. Қатаңдық түбір астында тұрғандықтан теңдіктің екі бетінде квадраттап аламыз. Сонда Т квадрат тең болады 4π квадрат масса бөлінген қатаңдық. Енді түлкі мен ешкі әдісін қолданамыз. Сонда қатаңдық теңдіктің сол жағына өткенде бөлшектің алымына шығып кетеді. Т квадрат қатаңдықтың орнына барады.
Ал қалған шамалар 4π квадрат көбейтілген масса бөлшектің алымында жазылады. Енді массаны табыңдар дейтін болса, массаға көбейтіліп тұрған шамалар 4π квадрат бөлшектің бөліміне түседі екен да, ал t квадрат көбейтілген қатаңдық бөлшектің алымында жазылады. Жылу сыйымдылығына байланысты жылу мөлшерінен температура 2-ні тап деп отыр. Алдымен біз жақшаны ашып аламыз. Сонда Q тең Cm T2 азайтылған Cm T1 болады. Ал енді осы формуладағы T2-ні табатын болсақ, көбейтіліп тұрған шамалардың барлығы бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Сонда Q қосылған Cm T1 болады. Ал егер T1-ді тап дейтін болса, бұл жерде де көбейтіліп тұрған шамалар бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Енді қараңдар балалар, бұл жерде үлкен шама Cm T2 болып тұр. Өйткені осы шамадан Cm T1-ді алған кезде Q шығып тұр. Сондықтан біз T1-ді тапқан кезімізде бізде Cm T2 үлкен шама болып, Q2 одан азайтылып жазылады. Міне балалар, біз белгісіз шамаларды анықтадық. Және де егер бізге сыйымдылықты тап дейтін болса, өзіміздің қағидамыз бойынша көбейтіліп тұрған масса, температуралардың өзгерісі бөлшектің бөліміне түсіп кеткенде, ал Q бөлшектің алымында жазылады. Ал егер массаны табыңдар дейтін болса, тура осылай көбейтіліп тұрған шамаларды бөлшектің бөліміне түсіріп жібереміз. Міне балалар. Осылай белгісіз шамаларды түрлендіріп анықтай беруге болады. Жұқа линзаның формуласынан бізге нәрсе менен линзаның аралығын табыңдар деді. Яғни d-ны табу қажет болды. Ол үшін біз бір бөлінген d-ны теңдіктің сол жағына шығарып аламыз. Сонда бір бөлінген f азайтылған бір бөлінген кіші f деген формула шығады. Енді ортақ бөлім береміз. Біріншісіне кіші f-тен, екіншісіне үлкен f-тен. Сонда бір бөлінген d тең болады екен f-ді алымында f азайтылған үлкен f болады. Енді біз нәрсе мен линзаның қашықтығын d-ны тапқан кезімізде алымындағы шамалар бөлшектің бөліміне түседі. F азайтылған f, f көбейтілген f алымында жазылады. Тура солай кіші f-ті тапқанда df алымында жазылады, d азайтылған f бөлімінде жазылады. Міне балалар, біз белгісіз шамаларды анықтап алдық. Енді потенциалдық энергияның формуласынан қатаңдықты табыңдар дейтін болса, көбейтіліп тұрған x квадрат бөлшектің бөліміне түсіріп аламыз бірінші. Қалған 2 көбейтілген потенциалдық энергия бөлшектің алымында жазылады. Ал егер x-ті табыңдар дейтін болса, көбейтіліп тұрған қатаңдықты бірінші бөлшектің бөліміне түсіріп аламыз да, ал қалған 2e алымына шығады және түбір астына алынады. Себебі біздің белгісіз шамамыз квадрат болғандығы үшін. Енді балалар, осы әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, қазір қолымызға қағаз қалам алайық, өзіміз формула түрлендіріп үйренейік және өзімізді тексеріп көрейік. Міне балалар, бұл толқын ұзындығының формуласы. Осы формуладан жылдамдықты анықтаңдар. Ал енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Периодты табайық. Міне балалар, келесі формула. Токтың жұмысының формуласы. Осы формуладан белгісіз шамаларды анықтаймыз. Ток үшін, кернеуді және уақытты анықтаймыз. Бұл жерде формуланың атасы қайсы? Бұл формуланың атасы
жұмыс. Міне. Тексеріп көрейік. Барлығында да жұмыс бөлшектің алымында тұр. Енді бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласынан массаны, мольдік массаны және температураны анықтайық. Жазамыз. Балалар, бұл жерде жаңағы қағидамызды еске түсірейік. Белгісіз шаманы тапқанда, оған көбейтіліп тұрған шамалардың барлығы бөлшектің бөліміне түседі. Егер жазып болған болсаңдар, тексереміз. Масса, температура және мольдік масса. Ал енді келесі формула. Қатынасы тыстардың формуласынан белгісіз шамаларды тауып көрейік. Ро1-ді табамыз, Ро2, H1 және H2-ні табамыз. Егер жазып болған болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Ал енді балалар, салыстырмалы ұзарудың формуласындағы L-ді және L0-ді анықтайық. Ол үшін L0-ді не істейміз? Теңдіктің сол жағына өткіземіз. Эпсилонға көбейтіледі. Ары қарай L-ді табатын болсақ, L теңдіктің сол жағына өтеді, қалған шамалар теңдіктің оң жағына өтеді. Ал енді жазып болған болсаңдар, өздеріңдер тексеріңдер. L0. Міне болар, L-ді табатын болсақ, L0 көбейтілген эпсилон қосылған 1 деген формула шығады екен. Математикалық маятниктің периодынан ұзындықты және еркін түсу үдеуін табыңдар. Қағазымызға түрлендіріп жазайық. Түбірасты болатын болса, түбірден арылу үшін екі жақтыдан не істейміз? Квадраттаймыз. Ұзындықты және еркін түсу үдеуін табайық. Тексеріп көреміз. Міне балалар. Келесі формула кинетикалық энергияның формуласы. Осы жерден массаны және жылдамдықты табыңдар. Жазып болған болсаңдар, дұрыс жауабымен салыстырайық. Келесі формула кедергінің формуласы параллель жалғанған өткізгіштердің кедергісі. Осы жердегі кедергіні бірінші және екінші кедергіні анықтайық. Жаңа біз жұқа линзаның формуласын түрлендірдік. Соған қарап отырып түрлендіреміз. Егер жазып болған болсаңдар, дұрыс жауабымен салыстырайық. R1 және R2. Бұл магнит өрісінің энергиясының формуласы. Белгісіз шамаларды анықтаймыз. Индуктивтілік және ток күшін анықтаймыз. Белгісіз шаманы тапқанда, көбейтіліп тұрған шамалар не істейді балалар? Бөлшектің бөліміне түседі. Ал енді дұрыс жауабымен салыстырайық. Міне. Балалар, бүгінгі видео сендерге ұнаған болса, лайк басып комментарий жазыңдар. Және менің каналыма жазылып, келесі видеоларды тамашалауларыңа тілектеспін. Және осы видеоны достарыңа таратып, менің каналыма тіркеліңдер. Хош сау болыңдар балалар.